Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ассалаумағалейкум ата жұрттың жігіттері, Серікжан Біләш. Сіздерден көмек сұраймыз. Бішкекте аэропортта Асқат Жексенбаевты шетелге кетіп жатқан жерінен ұсталып қалды. Соған енді сіздердің көмектеріңіз, халықаралық ұйымдардан көмек сұраймыз. Қазақстанға қайтармауын, соған қазір көмек керек болып тұр. Асқат Жексенбаев, Абай, Диана, Ноян, Қайрат Қылыш деген жігіттерді осыдан 2 жыл бұрын Қазақстан өкіметі 405 статьяменен экстремистік ұйымдарға қатысты деп жаңағы митингке шыққан үшін қазақтың белсенді жігіттері соларды қамап, олар 5 жылға соттап 1,5 жыл отырып шықты. Оны бүкіл жаңа халықаралық ұйымдар да бүкіл ел біледі. Соны Асқат қазір шетелге кетпекші болған жерінен Бішкектен ұсталды деген хабар келіп жатыр. Соған тез арада көмек керек. Диана Баймағамбетова, Асқат Жексенбаев, олар анау 405 статьяменен экстремистік ұйымға қатысты деген айыппен сотталған. Бұл екеуі де көше партиясының жаңағы нелері ғой, жетекшілері, көшбасшылары.